Биыл Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Кенен Әзірбаевтың туылғанына 135 жыл. Осыған орай Қазығұрт ауданы Жаңабазар ауыл округіне қарасты Кенен Әзірбаев мектебінде Алатаудың ақиығы атты кездесу болып өтті. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мен жастар жылы аясында ұйымдастырылған кеште халқымыздың салт дәстүрі, мәдениеті мен тарихы насихатталды. Кенен Әзірбаев 1884 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы Мәтібұлақ ауылында дүниеге келген. Бейбіт өмір мен жасампаз еңбекті жырлаған көптеген толғау поэмалардың авторы. Ол тыңдаушысының құлақ құрышын қандырған әнші, эпикалық жыр дастандарды жырлап, халықтың рухани ұйытқысы болған талант иесі. Кенен атамыздың рухын асқақтатып, әруағын көтеріп жүрген бұл топыраққа бармасақ болмайды ғой. Сондықтан енді қасымы балам дертіп, енді осының ұрпағы көп, Құдай қаласа. Соған енді барып көріп қайтайын деп келдім. Ризамын. Қазіргі замандағы балалар көбінде компьютер мен телефонға ауысып кеткен, ал кітап та оқымайды. Мына балалардың өзі жаңағы сөз саптауынан, сөйлеуінен, өздерін ұстауынан балалардың керемет білімді мектеп екенін, жаңағы сондай бір білімді келешекте бір жақсы бала тәрбиелеп жатқан мектеп екені көрініп тұр. Мектеп ұжымы ұйымдастырған шығармашылық кешке ақынның ұрпақтары мен шығармашыл зиялы қауым өкілдері қатысты. Басқосуда оқушылар Кенен Әзірбаевтың шығармаларын оқып, өлеңдерін жатқа айтты. Солардың бірі Аяулы Молжабай. Ол автордың 30-ға жуық өлеңдерін жаттап алыпты. Балалар ата-ананың қадірін біл. Сендерге де бітеді қызбенен ұл. Түскен соң өз басыма ескерткенім, жастарға үлгі қылып айтқаным бұл. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында елбасының мектебімізде сынып сағаттары, кітапханада арнайы бұрыштар ұйымдастырылып, балалардың Кененнің өлеңдерін, жыр шумақтарын жатқа айтуменен осы біздің атамыздың 135 жылдық мерейтойы осы мектебімізде соң мәресіне жетіп отыр. Айта кетейік, Кенен Әзірбаев мектебінің жанынан 2020 жылы жаңа білім ұясының іргетасы қаланбақ. 2021 жылы аяқталып, ел игілігіне беріледі деп жоспарланып отыр. Қазығұрт ауданынан Әйгерім Дәулетбекқызы, Сапарбек Қалботаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.